айтпақшы тағы одандай нәрселер бар ғой, соны да айта кетейін. Енді сторис саласың, жігермен жүргенім салам, бүйтем салам, сөйтіп пабликтарға тарайды, фандар алады, пабликтарда неше түрлі қылып надписпен салып қояды құрсын. И комментариясын ашсаң болды, Шерханға ұқсамайды, шешесін алмай қалған, копия өзі ғой мынау. Мен сендерге күйеуге шыққан кезде, либо көтерген кезімде, туатын кезімде Шерханнан алмайтын в один беремін деп бір гарантия берген адам құсатып ше, давлениемді көтересіңдер ғой. Уже сен сондай нәрселер менің нәжемде тұр да. Егер ол Шерханның баласы болмаса, неғып жылап отыр эфирда? Неғып жылап отыр? И постоянно мен айтайын, байдан қайтып келген ажырасқан қатынның артынан бір ден сау әңгіме жүрмейді ғой. Анамен жабыстырып қояды, мынамен жүргізіп қояды, мынамен бүйткізіп қояды. Ассалаумағалейкум достар. Пернехан деген жігіт. Пернехан, ассалаумағалейкум, қалайсың? Бүгін Пернехан скороспен жұмыс істеп жатыр, 2х-пен. Что-то бұл қатты жұмыс істеп жатыр мына жігіт бар ғой бүгін заряженный болып тұр, Как көрсетейін ма сіздер, Пернехан бүгін істеген жұмыстарын қараңыздар міне. Бүгін мынаны бұрқатып тастады, көрдіңіздер ма? Кәдімгі міне. Қараңыздар, Пернеханның жұмысын көрдіңіздер ма? Алла күш қуат берсін, осы бауырым шаршамасын. Біз де шаршамайық. Осы бауырыма растворды уақытын жеткізіп тұрсақ, жетеді, дұрыс па? Аумин. Иә. Менің бауырымның парақшасына жазылып қойыңыздар. Иә. Күндіз-түні бұл жігіт мен үшін жүр. Мен үшін күндізгі жұмысына барып, ұйқысы қанбаса да менің жұмысыма келіп, түнімен таңғайдың жұмыс істеп, Аллаға шүкір, міне осындай бауырларым бар. Аллаға сан шүкір деймін. Молодец, әңгіме жоқ. Сол достар, бүгін Құдай қаласа осыны полный бітіреміз, коридорды. Сонымен бітті қылу керек болып тұр. Одан кейін біз мына залмен кухняға кіреміз, Құдай қаласа. Солай өзі үй жаймен қалпына келе жатыр. Ақырындап штукатуркамызда бітейін деп тұр, бұйырса. Одан кейін бұның сыртынан ротмунд жағады екенбіз, чтобы штукатурканың бетін түзеп шығу үшін, ертең обойға ыңғайлы болды. Содан кейін оның бетін тағы да шкурт етеміз әдемілеп. Сол достар, жұмыс көп, Аллаға шүкір. Түнімен айтады, тоқтамай жұмыс ұрып жатырмыз. Енді бізде көп көріне бермейтін жақ, мына жақ міне. Сұлтан растворды ұрып жатыр. Міне, Сұлтанның еңбегін қараңыздар, міне мынаның бадьяның ішін толтырып тоқтатпай бұл раствор істеп жатыр. Біз тоқтатпай тасып жатырмыз. Пернехан тоқтамай ұрып жатыр үшін. 3 адамбыз, 3 адам болсақ та 3 адамның жұмысын істеп жатыр үшін, Аллаға шүкір. Пернехан айналайын. Ерейін. Менің оқырмандарымның ішіндегі әсіресе қыздар Пернеханның мазасын көп ала бермей.